Али Имран сүресі 54-62 аяттар. Олар, яһудилер Исаға қарсы құлдыққа барды. Алла олардың есебін тапты. Алланың амалынан артық амал жоқ. Ей Иса, мен сенің жаныңды алып, өз құзырымдағы ардақты орынға көтеремін. Күпірлік еткендердің алдында мәртебеңді өсіремін. Сенің соңыңнан ергендердің де мәртебесін қиямет күніне дейін күпірлік жасағандардан үстем етемін. Содан соң маған қайтып келесіңдер. Сол кезде сендердің өзара мәмілеге келмеген істеріңе үкім айтамын. Алайда бұл дүниеде және ақыретте кәпірлерді қатты азаптаймын. Олардың жәрдемшілері болмайды. Ал иман келтіріп, салих амалдар жасаған жанға сауаптарын толық береміз. Алла залымдарды, шектен шыққандарды жақсы көрмейді. Аяттардағы даналық ойлар мен ескертулерді біз саған осылай оқып беріп отырмыз. Ақиқатына келер болсақ, Алланың құзырындағы Исаның жаратылуының мысалы топырақтан жаратып, содан соң бол деген кезде бола қалған адамның жаратылуының мысалы сияқты. Осының барлығы да Раббыңнан келген ақиқат. Сондықтан да шүбәланушылардың қатарында болып жүрме. Ол Иса жайлы саған ақиқатқа толы білім келген соң да сенімен айтысатындарға былай деп айтқан: уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Келіңдер, балаларымыз бен балаларыңды, әйелдеріміз бен әйелдеріңді шақырып, өзімізбен қоса барлығымыз бір жерге жиналайық. Содан соң жалған сөйлегендерге қарғыс жібер деп Аллаға дұға жасайық. Иса жайындағы бұл қисса күмәнсіз болған ақиқат оқиға. Алладан басқа тәңір жоқ. Ақиқатын айтсақ, Алла аса үстем әрі хәкім.